бойымыздың ұзын болған қалаған шығармыз. Оны армандамаған бала жоқ шығар бәлкім. Деп шайып кетсең. В общем, сәлем достар, сіздермен бірге Нұреке арнасы. Бұл арнада бүгін қалай бой созу жайлы видео түсірмекпін. Енді барынша бір-екі ақпараттармен ғана бөлісем. Өзім білетін, өзім жасайтын. Әлбетте енді бойым ұзын деп айтпаймын, бірақ сонда да ауыр жұмыс істегендіктен осындай бой созатын жаттығулар жасап тұрамыз. Оның ең біріншісі турникке барып 20 минуттай болмаса 10 минуттай шамаңыз келгенше асып тұрасыз. Бұл өте пайдалы нәрсе, себебі омыртқадағы жаңағы қисайған жерлерді түзетеді. Келесі жаттығулардың бірі бұл секіресіз күнде таңертең. Енді барлығыңыз білетін шығарсыздар, волейболист және баскетболисттердің бойлары ұзын болады. Сондықтан міне осылай секіріп жаттығу жасаймыз. Осыдан бір жыл бұрын есептегенде бойым 1,73 болатын тұғын. Ал осы соңғы кездері есептегенде 1,76 болды. Енді бұған дейін менде бұрындары 8-9 сыныптарға таман, или 7 сынып болуы мүмкін, бойым 1,77 болған. Одан кейін мен ауыр жұмыс жасадым, стройка жасадым, тағы бірдеңе жасадым, сонымен бойым қайтадан басылып қалды. Енді мен сол үшін қатты ашуланатын едім. Және де ең соңғы стройкада жүргенде айтқан тұғым. Бұдан кейін ауыр жұмыс жасамайын, бұдан кейін ойбай деген сияқты нәрселер айтқам. Енді адамның қалағаны, адамның айтқан болмайды деген сөзі бар. Алланың ғана қалауға болады деген сөзі бар. Сондықтан да айтарым, болмайым деген нәрсе болмайды, сенің қалауыңмен болмайды. Жақсы, тақырыптан алып кеттім. Енді бойдың ұзындығы маған не үшін керек? Жалпы бойдың орташа болғандығы, енді көзге көрінгенге де, жалпы кез келген ортада жүрсең де, бойың орташа болса, онда сәл сөзің өту керек болады. Сондай сөздер оқыған тұғыммын. Жалпы тәннің сұлулығы, жанның жаңа шоғанды. Жалпы симпатичный көрсететін бір нюанстардың бірі. Сондықтан да бойымның орташа болғандығын қалаймын. Және де осы жаттығуды сол үшін жасаймын десем де болады.